Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 125 сабақ сан есім. Мәтіннен сан есімдерді табамыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. 18-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғатына нағыз жанашыр қорғаушылар. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-ші, 3-ші сынып оқушылары мұғалімдерімен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Ол кім, бұл не кітабынан? Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр, оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: саяхатқа шығу деген нені білдіреді? Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Екінші сұрақ: оларға саяхаттаған жерлері қызық па? Олар саяхаттаған жерлерін егжей-тегжей білуге тырысады. Мәтіннен қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді тап. 8, 10. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Санның есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы 5, 7, 9-шы, 20-шы. 19-шы жаттығу: мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Сан есімнің астын сыз. Бізде бұл жерде бір деген сөз, сан есім. Бір сөздің астын сызамыз. Балалар, осы каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізде 20-шы жаттығу: суретке қарап қай қалаға саяхатқа шығатыныңды болжа. Астанамызға саяхат тақырыбынан әңгіме құрастырып айт. Әңгімеде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдалан. Астанамызға саяхат: мен Астанаға мамырдың 6-сы күні достарыммен 10-15 бала болып жолға шықтық. Ертеңіне сағат 8-де жетіп бардық. Ең алғаш рет бәйтеректі өз көзімізбен көрдік. Хан шатырды кешке дейін аралап, кешкі 9-да үйде болдық. Кешкі асты 10 шамасында ішіп, сонан соң түнгі ұйқыға жаттық.
21 жаттығу балалар. Мақалды көркем жаз. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Сан есімдер тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Сан есім 7 сөзі, 7 тіл, 7 білім сөзімен байланысты тұр. Жиырма екінші жаттығу. Ойлан, тап. Алғашқы түбір сөз аспан әлемнің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Жауабы жұлдыз құрт. Жұлдыз аспан әлемінің бірі болса жұлдыз болады. Екіншісі жорғалаушының түрі болса ол құрт. Екеуін қосқанда зиянкестің түрі жұлдыз құрт. Сан есімдер теріп жаз. Сан есімдер бірі, екінші, екеуін. Балалар, осы каналға жазылып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.